Сәлеметсіздер ме менің арнамның тұрақты көрермендері және де қонақтары. Бүгін біз сіздермен тауық етімен өте дәмді, ерекше болып шығатын рулеттерді бірге дайындайтын боламыз. Видеоны тамашаламас бұрын менің арнама жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге керегі жарты килограмм ұн және де бөлме температурасындағы сары май. Егер тоңазытқыштан шыққан сары май болса, теркадан өткізіп алсаңыздар болады. Қолымыздың көмегімен осылай үгітіп алатын боламыз. Ортасын кішкене ашамыз. Және де сүт құямыз. Жұмыртқамызды саламыз. Ашытқы, қант және де тұзымызды қосамыз. Енді жұмсақ етіп қамыр илеп бастаймыз. Бұл бізде песочный қамыр. Салмасына кез келген салманы қоса берсеңіздер де болады. Бізде өте жұмсақ қамыр пайда болады. Бұл қамырымызды ішіндегі салмасы дайын болғанша тоңазытқышқа салып қоямыз. Салмасын дайындауға кірсеміз, бізге тауық еті қажет болады. Қаласаңыздар майды етіп тураңыздар, не болмаса мясорубкадан шығарсаңыздар болады. Тұзымызды және де сарымсағымызды қосамыз. Кориандр қосамыз. Өздеріңіз қалаған дәмдеуіштерді қоса берсеңіздер болады. Татымына қарай тұз саламыз. Және де 80 грамм сливки құямыз. Барлығын араластырып аламыз. Біздің салмамыз осындай сочный болады. Сливки қосқан кезде дәмі ерекше дәмді болады. Дайын болған қамырымызды кішігірім бөліктерге бөліп аламыз. Осылайынан 5 бөлікке бөліп алдым. Дайын болған қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Асты үстіне ұн себеміз. Және де жұқалап жайға кірісеміз. Қамырымызды осылай 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Қамырымыз дайын, енді салмасын қоса берсек те болады. Салмасын осылай салып шығамыз. Және де видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Алдын ала духовкамызды 180 градусқа қыздырып қоямыз. Және де үстінен жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Қалаларыңыз бойынша қалаған дәндеріңізді сепсеңіздер болады. Мак болсын, күнжут болсын, менде тыквенный семечки
соны сүйіп шықтым. Піскен кезде өте қытырлақ болып әдемі піседі. 25-30 минутқа духовкаға жібереміз. Мінекей біздің рулеттеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.